Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода мен екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қостанай облысы Жангелдин ауданы Қызбел ауылынан аттанып, Ресей жерінде соғыс кезінде қаза тапқан майдангер, жауынгер туралы айтып бермекпін. Яғни бұқаралық ақпарат құралдарында, сайттарда әсіресе сағалық солдаттың сүйегі табылды, қазақ жауынгерінің сүйегі табылды деп ақпараттар шығып жатты, және бұл жерде аталған жауынгердің туыс-туғандарын іздеп жатқандығы хабарланған болатын. Осы туралы шамалы кеңірек айтып бергім келіп отыр. Табылған азаматтың аты жөні Елжанов Нұрғазы, яғни Жангелдин ауданына қарасты Қызбел ауылдық қазіргі округі, бұрынғы Саға селосының Арай немесе Арал, қателеспесем, табылған қағазда солай жазылған, сол жерден аттанған екен. Майданға табылған сүйектердің жанында, яғни винтовканың гильзасынан, яғни оқтан қуысын тазартып, ішіне қағаз салып сақтаған екен. Ол қағазда Қостанай таңы газетінің сайтынан көре аласыздар, анық, жақсы шыққан. Мен соны шығарып алдым сіздер үшін. Осындай қағаз табылды. Бұл жерде яғни Елжанов Нұрғазы деп аты жөні жазылған, сондай-ақ тағы туған жылы, сосын мекен жайы, сонында тағы бір әйел кісінің аты жөні жазылған екен. Оны көбісі әлеуметтік желіде Смағұлова Бибігүл деп танып жатыр екен, оқып жатыр екен. Олай болуы да әбден мүмкін. Ал осы хабарды естігеннен кейін мен интернетте ақтара бастадым. Әсіресе ресейлік сайттарды қарадым. Сондай бір ресейлік сайттардың ішінен іздеп отырып, Память народа деген сайттан іздеу жүйелері бар екен. Сол жерден бұл кісінің соғысқа аттанған кезінде толтырылған қандай да бір кестесі бар екен. Мен мұны сіздердің экрандарыңызға видеода шығаратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Анығырақ және түрлі түсті форматта. Елжанов Нұрғазы тізімде бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші тұр екен. Туған жылы 1923 жыл деген, және табылған азаматпен сәйкес келеді. Аты жөні де, жылы да, және аттанған жері, яғни Тургайский РВК деген қысқаша жазылған. Сосын социальный статус деме, әлде тағы да басқа бір дерек, әйтеуір ол жерде колхоз деп ерекше жазылған. Және тізімдегілердің ішінде жалғыз колхоз деген осы біздің жерлесіміз Елжанов Нұрғазы ғана. Ол жерде тағы бір анықтағаным, бұған дейін ешеде айтылған жоқ, бұл кісінің, яғни бойдақ кезінде аттанғандығы. Табылған деректеме қағазда ол кісінің 1923 жылы туылғандығы айтылған, яғни әскерге 1942 жылдың сәуір айында 12 күні сәуірдің әскерге шақырылған екен. Яғни майданға тура аттанса керек, 19 жасында, мүмкін даярлықтан өткен болар. Не керек, әйтеуір бұл кісі соғысқа аттана салысымен жарық дүниені небәрі 3 ай, 3 күн ғана көре алған екен, өкінішке қарай. Әрине ауыр хабар, ауыр дерек десек те, әскерден шығып қалған кезі, яғни қайтыс болған уақыты мендегі бар деректер бойынша 1942 жылдың 7 айында 15 күні екен. Осылайша біздің ауылымыздан аттанған майдангердің сүйегі туралы деректер табылып жатыр. Ал енді ол кісіні біздің сөз етіп қозғап отырғандығымыз біріншіден тарихқа тағзым, екіншіден өзіміздің батыр бабаларымызды, халық үшін қаза тапқан ерлерді біле жүргенімізде дұрыс қой деп ойлаймын. Бұл кісілер ешқашанда еш уақытта ұмытылмайды. Бұл жерде айтайын дегенім, ертең бұл кісінің туған туыстарын іздестіріп жатыр. Өйткені себебі алдағы уақытта Жев қаласында, яғни 22 маусымда ресми түрде табылған сүйектерді, яғни жауынгерлердің денесін қайтадан ресми түрде туған туыстары, ұрпақтары келіп, өздері қолдарымен топырақ салып жерлейтін болады. Біз мүмкіндігінше егер білетін болсақ, осы азамат туралы, немесе ата-әжелеріміз, немесе сол Жангелдин ауданына қатысты елді мекендерден аттанған отан соғысының ардагерлері болса, сол кісілерден мүмкін бір хабарын, аты жөнін біліп қалсақ, мүмкін қызықты деректер шығып қалар ма, мүмкін ғибратты бір дүниелер табылып қала ма деген ой. Ең бастысы, бұл кісінің әрине өзінен тікелей тараған ұрпақтары жоқ. Өткен себебі жаңағы мен іздеп тапқан деректе ол кісіні бойдақ деп көрсетілген, және өзі небәрі
19 жасында аттанған болса, шынымен де ол үйленіп те үлгермеген болар деп ойлаймын. Егер соғысқа қатысқан ата-әжелеріміз тірі болмағанның өзінде, көп болмағанның өзінде, сол уақыттарда Торғай аймағында тылда жұмыс істеген, әсіресе Қызбел табанында, Қызбел ауылынан тұрған немесе көшіп кеткен үлкен қариялар бар. Біреу болса да бір біліп қалар деген ойдамын. Тым болмаса осы бір мәселеге үн қосып, мүмкін бір септігіміз тиіп қалар деген оймен осы видеоны жазып отырмын. Егер де Елжанов Нұрғазы туралы, жауынгер атамыз туралы, жауынгер бауырымыз туралы марқұмның бір хабарын білетін азаматтар, азаматшылар болса, осы ютубтағы каналыма, осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізге болады. Тек қана жақсылық болсын, елімізде соғыс болмасын, мұндай жоғалтулар болмасын, мұндай іздеулер болмасын, тек қана жақсылық болсын деп тілеймін. Келесі кездескенше.